Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымызда басқаша форматта өтетін боламыз, яғни дебат форматында өтетін болады. Дебат, яғни бұл пікірталас ойыны, солай ма? Бүгінгі сіздерге берілетін қарар бұл палата сандық технология адамзатқа да пайдалы және қоғамға да пайдалы деп санайды деген тақырып сіздерге беріліп отыр. Бүгінгі біздің ойынға қатысушылар, яғни парламент тобы және оппозиция тобы қатысып отыр. Бүгінгі біздің ойынның шарттарымен таныстыратын болсақ, 3 спикер, бірінші спикер, оппозиция тобының бірінші спикері Асылгүл, екінші спикері Амина, үшінші спикері Назым. Парламент тобының бірінші спикері Ерасыл, екінші спикері Марғұлан, үшінші спикері Айгерім. Олай болса, ойынға дайынсыздар ма? Қарарға дайындалу үшін сіздерге 1 минут уақыт беріледі. Дайын болғандарыңыз, яғни бірінші бізде ойынды бастайтын парламент тобы ойынды бастайды. Жақсы, оппозиция парламент тобына назар аударып отырыңыздар. Берілген мәліметтерді мұқият тыңдап, соларға қарсы пікір айтып, сұрақ қоя аласыздар. Жақсы, басыңыз. Сізге 1 минут уақыт беріледі. Сандық технология дегеніміз. Сандық технология дегеніміз қазіргі таңда Қазақстанда технология процесі дамыған, және де сонымен көп адамдар қолданады, және де қазір көп адамдар сонымен қолданып, сонымен барлық жоспарларын іске асырады, және де қазір оларда көп адам қолданады. Сіздің топ, яғни сандық технологияны қолдайды, солай ма? Жақсы. Рахмет. Пікіріңізге оппозиция тобының бірінші спикері Асылгүлге сөз береміз. Сандық технология дегеніміз бүгінгі таңда дамып жатқан онлайн сауда түрлері. Қазіргі таңда көп жерлерде қолданылады, бірақ оның зияны да бар. Жақсы. Олай болса, келесі кезекте парламент тобының екінші спикеріне сөз береміз. Парламент тобының екінші спикері Марғұлан. Қазіргі кезде сандық технология қатыстырылған соның бір саласы онлайн сауда. Онлайн сауда арқылы біз уақытты үнемдеп және ақшаны да үнемдей аламыз. Түрлі қосымшалар арқылы біз өзімізге керекті затты үйде отырып телефонмен өзімізге ала аламыз. Жақсы. Екінші оппозиция тобының сұрақтарыңыз бар ма парламент тобына? Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Олай болса, оппозиция тобының екінші спикеріне сөз береміз, Амина. Онлайн сауда зиянды, себебі алаяқтар көп пайда болуда. Онлайн картадан ақша шешіп, онлайн несиелерді рәсімдейді. Бұл бүгінгі таңда халыққа көп зиянын тигізуде. Халық өте көп зардап шегуде. Жақсы. Парламент тобы сұрақтарыңыз бар ма оппозиция тобына? Қабылдайсыздар ма сұрақты? Оппозиция сұрақты қабылдайсыздар ма? Иә, жақсы. Сіздер айтып тұрсыздар, ол өте зиян, өйткені адамның карточкасынан несие рәсімдеуге солай болады дейсіздер. Егер адам өзінің өзінің қауіпсіздігін алдыға қойып, олай өзінің неменесін, ол несие өзімен өзі ала алмайды ғой, адамға код келеді ғой. Если несие алғысы келсе, соткасына, карточкасына коды келеді, оның растайы ма жоқ па, адам ол ондай немене жынды емес шығар, ол я деп баса беретін, оған ол бірінші неменесін рұқсатын беру керек. Солай болады ғой. Телефонға код келеді, өзінің мысалы Каспий банкада өзіне нәрсе келеді ғой. Қандай? Жақсы, оппозиция тобы қабылдайсыздар ма? Олардың сұрағын? Қабылдаймыз, себебі қазіргі таңда қабылдаймыз. Көп несие алушылар, зейнетақы алушылар, ол кісілер телефонды білмеуі мүмкін, телефонды
қандай көп сырларын білмеуі мүмкін. Ол кісілер сол себепті алданып қалуы мүмкін. Жақсы. Келесі спикерлерге сөз кезегін берейік. Келесі спикер бізде парламент тобының үшінші спикері Әйгерімге сөз кезегін береміз. Бұл сандық технологияның пайдасы бар. Және де менің екінші спикерім айтып өткендей, саудада адам өзін көп уақыт үнемдей алады. Өзін мүмкін киім заказ берсе келеді, ол дүкенге барып, оның ақшаны шешіп алып, ол біраз уақыт кетеді ғой. Оған бір күнде жетпеуі мүмкін, кейде өзінің баласына киім, ол үйде отырып алып, Инстаграмнан немесе Алиэкспресстен көп приложениялар бар ғой, содан заказ беріп уақытын үнемдеуге де болады. Интернеттен көп нәрсені білуге болады. Қазір кітапты оқуға болады интернеттен. Және де айтып өтті ғой, менің спикерім айтып өткенде солай уақытты біраз үнемдеуге болады. Өздеріңіз пікіріңізді қорғап болдыңыздар. Жақсы, демек сіздер парламент тобы тиімді деп ойлайсыздар. Келесі сөз кезегі оппозиция тобының үшінші спикері Назымға беріледі. Сандық технологияның зияны өте көп, себебі сіздер екінші спикер айтты ғой, және үшінші спикер айтты, Инстаграмнан заказ беріп алуға болады деген. Ол кейбір парақшалар алдаушы болуы мүмкін, ал Алиэкспресс сондай дүкендерге келетін болсақ, кейбір киімдердің өлшемі келмей қалуы мүмкін, кейбір сапасы жаман болуы мүмкін. Және де сіздердің бірінші спикерлеріңіз сандық технологияны толық әрі дұрыс түсіндіре алмады. Ал зиянына келетін болсақ, қазіргі таңда көп алаяқтар бар. Екінші спикер айтқандай, халық көбісі алданып, қаражаттарын өздерінің ақшалары, өздерінің соңғы тиындарын алып отырғандықтан өздерінің ақшалары да жетпей алданып отырады. Сонымен сіздер онлайн сауданың зияны бар, өте көп деп қабылдайсыздар. Жақсы, рахмет ойындарыңызға. Олай болса, бүгінгі ойындағы екі парламент пен оппозиция тобының жаңағы басымдықтарын айтып өтсем. Бірінші парламент тобының бірінші спикері, яғни ол сандық технологияны жаңағы оппозиция тобы көрсеткендей дұрыс жеткізе алмады пікірін. Және спикерлер өз пікірін білдіру барысында сөздік қорын, яғни терминдар, яғни орыс тілді кірме сөздерді көп қолданды. Олардың қазақша баламалары бар еді. Бірақ та олардың басымдықтары үшінші спикер көтере алды. Берілген сұрақ оппозиция тобын кішкене оппозиция үкіметін құлата алды. Бірақ бұны оппозиция үкіметі қабылдамағандықтан олар өз пікірін білдіріп, соңғы үшінші спикер оппозиция тобының басымдықпен жаңағы парламент тобының үшінші спикерін құлата алды. Демек, бізде бүгінгі ойында оппозиция жеңіске жетті деп есептейміз. Ойындарыңызға көптен көп рахмет. Сау болыңыздар.